Сәлеметсіздер ме? Сіз не дейсіз бағдарламасының бүгінгі қонағы саясаткер, ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы Дос Көшім. Дос аға, студиямызға қош келдіңіз. Бүгінгі сізбен болатын әңгімеміз ұлттық патриоттық қозғалыстар жайында. Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері көптеген ұлттық патриоттық қозғалыстар дүниеге келді. Бүгінгі таңда сол ұлттық қозғалыстарға деген сіздің көзқарасыңыз қандай? Менің ойымша оларды көп деп айта алмаймын, өкінішке орай. Себебі бір адам екі адамнан құралып әйтеуір бір жерде айтып қалып, біз осындай мысалы қазақ еліміз, жер анамыз, тағы басқа деген аттар көпті, бірақ шындығында нақты жұмыс істеп жүрген, жоспарлы жұмыс істеп жүрген ұйымдар өте аз. Бір қолдың саусағы да менің ойымша жетіп қалады. Мысалы дәл қазіргі кездердегі мен өзім білетін қозғалыстардың ішінен Мұхтар Шахановтың мемлекеттік тіл қозғалысы, содан кейін Дәурен Бабамұратов басқаратын болашақ жастар қозғалысы деген бір-екеуін болмаса мен басқа ешқайсысын айта алмаймын да. Қысқасы өте үлкен бұл жерде не дейміз, келелі бір мәселелер бар сияқты да. Бұл қозғалыстар әлі күнге дейін бір қанаттарын кең жайып, нақты бір жұмыс істеу деңгейіне көтеріле қойған жоқ. Олардың мақсаты қандай деп ойлайсыз? Мен ойымша мақсаты мүмкін әрқайсының әртүрлі шығар, бірақ жалпы мақсатымыз қазақтың ұлттық құндылықтарын жаңғырту, солардың қайта келуін, өліп бара жатқанын тірілту. Ал біздің қозғалыстың өзінің бағдарламасы бойынша біздің негізгі мақсатымыз қазақ мемлекетін құру. Дәл қазіргі кезде біз қазақ мемлекеті әлі құрылған жоқ дейміз. Біз әлі керек десеңіздер 91 жыл тәуелсіздік алғанда Қазақ Республикасы едік, Қазақстан болып атымызды өзгертіп алдық. Мүмкін сол атқа қайтып келгеніміз дұрыс шығар. Қазақ елі деген атқа, қазақ мемлекеті деген атқа. Содан соң ұлттық мемлекеттің өзінің белгілі бір шарттары, белгілері болады, критерий дейді ғой. Солардың бізде қазір өкінішке орай мен бірде-біреуін көре алмай отырмын. Ол қандай критерийлер? Мен енді қазір басынан аяғына дейін айтып шықпаймын, бірақ бір-екеуін айтайын. Мысалы, сол ұлттың мемлекет құрған ұлттың мейрамдары, бір не дейміз, еске алатын бір күндері, халықтық деңгейдегі сол мемлекеттік мейрамға айналады. Мысалы, мемлекет өзінің егемендігін алған уақытта жаңағы ұлттық. Мысалы, Францияда Бастилияны алу күні бұл француз халқының тарихтағы үлкен бір мейрамы. Кейін Франция республика болған уақыттарда ол Франция мемлекетінің тәуелсіздік күні деп аталды. Дәл сол сияқты Түркияны, Қытайды бәрін алайық, өздерінің жаңағы сол ұлттың, мемлекет құрған ұлттың тарихындағылар мемлекеттік мейрамға айналады. Бізде жаңағы өзіміздің қызыл күндерімізді көз алдыңызға жүгіртіп өтіңіз, ойланып, бірде-біреуі жоқ ондай. Керек десеңіздер, біздер осы өткен ғана мысалы ашаршылық, зұлмат күні, қаралы күн, ол да біздің не дейді жаңағы күнтізбегімізге кіріп, мемлекет деңгейде атап өтілген жоқ. 300 жыл бойы тәуелсіздік үшін күрестік, 300-ге жуық соғыс болды дейміз. Тәуелсіздік үшін Кенесарыдан бастап, желтоқсан азат қозғалысына дейін. Ең болмаса бізде сол қазақтың мемлекетін құру жолында қаза тапқандарға арналған тәуелсіздік күні жоқ. Белгілі бір мысалы дейміз, Аңырақай шайқасы болды дейміз жоңғарменен. Ол күнді неге атап өтпеске, ол неге мемлекеттің мейрамы? Қысқасы бірде-бір қазақтың тарихына қатысты күн мемлекеттің мейрамға айналған жоқ. Тағы бір мәселе, қазақ өзінің мемлекетін құрған уақытта, мысалы ұлттық мемлекет құрғанда, сол мемлекет құрушы ұлттың ұлы адамдарының бейнесі, аты мемлекеттік деңгейде не ордендерге беріледі, не наградаларға беріледі, не мысалы әскери бөлімдерге беріледі мысалы да. Бізде оның бірде-біреуі жоқ, ең қызығы. Біздегі ордендерді көз алдыңызға тағы да жүгіртіп өтіңізші. Даңқ, парасат, тағы басқа да. Неге бізде Абылай ханның атындағы орден жоқ? Неге бізге Кенесары Қасым атындағы әскери бір наградалар жоқ та? Біздің сонда тарихымыз жоқ па? Біздің жаңа патриоттық сезіміміз осы ұлттың құрған мемлекет екенін көрсеткіші бізде жоқ, өкінішке орай да. Біз осы мәселені талай жерде көтергенбіз. Бұл басқа жерлердің бәрінде бар. Керек десеңіздер қасымызда мынау Ресей елінде мысалы Невскийдің, Александр Невскийдің, Ушаков, Нахимовтікі бәрі қаптап тұр. Бізде жоқ. Керек десеңіздер тағы бір белгісі ұлттық мемлекеттің бұл сол елдің ұлыларының бейнесі ақшада болады. Бізде 93 жылдары сол ақшада бейне басталды. Одан кейін бәрін алып тастады. Абайымызды, Құрманғазымызды, Шоқанымызды алып тастады да оның орнына Қазақстан қонақ үйі деген сияқты жаңағы бір ғимараттарды қоя салды. Қысқасы бізде бірде-бір ұлттық мемлекеттің белгісі жоқ, өкінішке орай. Мен енді айтсам көп нәрсені айта бермеу болады. Ал қалай ойлайсыз Дос аға, мысалы осы күнге дейін ұлттық патриоттық қозғалыстар болды ғой. Сол ұлттық патриоттық қозғалыстар уақыт сынағынан неғып өтпей қалды деп ойлайсыз? Неге өтпей қалды деп ойлайсыз? Былайда менің ойымша азат қозғалысы тарихта өзінің белгілі бір деңгейдегі жасарын жасап, тарихта қалды. Себебі тәуелсіздік үшін күрескен ең үлкен ұйым сол болды. Мен сол уақытта азат қозғалысының төрағасының орынбасары болдым. Ұмытпасам, Қызылордада 37 000 азат қозғалысының мүшесі бар. Азаматтық азат қозғалысы деп аталады.
бізбен ол уақытта мемлекет те санасатын тұғын. Біз керек кезінде жаңағы қыспаққа аламыз, керек кезінде олармен келіссөз жүргіземіз. Қысқасы тәуелсіздікті алуға, жеңіп алуға үлкен үлес қосты. Бірақ тәуелсіздік алғаннан кейін барып, соның барлығы басшыларымыз, жетекшілеріміз дейік те, біз өзіміздің жаңағы мақсатымызға жеттік деп үйдейімізге тарадық та. Себебі біз айттық та, біз билік алу үшін осы мәселе күрестікке келген жоқпыз. Біз тек тәуелсіздік алу керек. Тәуелсіздік орнады, көк байрағымыз желбіреді дедік те біз қайттық. Бірақ өкінішке орай онымыз үлкен қателік екенде қазір мен өкінемін оған. Себебі сол біздің алдымызға қойған мақсатымыз тәуелсіздік алғаннан кейін жүзеге асатын. Олар орындалмады. Мемлекеттік тіл мәселесі, оралмандар мәселесі, жердің мәселесі, мәдениетіміз, тағы басқамыз. Қысқасы сол мақсатты қойған азаматтардың өздері сол билікті алып, соны өздері жүргізу керек екен де. Біз романтик болдық сәл-пәл де болса. Ал бүгінгі таңда үкімет пен сіздердің қарым-қатынастарыңыз қалай? Мысалы, ұлт тағдыры сіздің қозғалысыңыздың? Менің ойымша ұлттық бағытта билік, мемлекеттің алдына ұстанған бір ғана ұстанымы бар сияқты. Асықпайық, жаңағы не дейміз, бір күннің ішінде болмайды, жайлап орнына келтіреміз ғой деген. Ұзын арқан кең тұсау. Олар енді ұлттық мәселеге қарсы шығып жатқанын көрген жоқпын, бірақ негізгі деген мәселелерді жаңағы біздер көтерейік, басқа ұлттық ұйымдар көтерсін, немесе жаңағы ұлтшыл азаматтар көтерсін, солардың бәрінен әйтеуір айналып өтуге тырысады да. Оларда сол қазақ ұлтының мемлекеті деген сөзден сәл қорқатын да сияқты. Сондықтан ұлттық мәселені шешуге деген ниет өте аз. Оны мойындауымыз керек. Оның бір ғана мысалы мемлекеттік тіл туралы заң жобасын қабылдау керек деген бізге 2 жыл болды ғой өзі. Ұмытпасам, Мұхтар Шаханов пен Кәрим Мәсімов кездесіп, олар да ол уақытта уәде берді осыдан 2 жыл бұрын. Үлкен осындай мәселелердің бәрі сол күйінше қалып жатыр. Дегенмен ұлтшылдар, енді мен ұлтшыл деп ашықтан ашық айтамын, мен ұлт патриоттары деген сөз жек көремін өз басым. Себебі ұлтшылдардың өздері онсыз да патриот қой, енді одан артық патриот болмайды шығар. Сол мысалы ел бірлігі доктринасы кезінде мысалы ұлтшылдар өздерінің күштерін көрсете білді. Ел бірлігі доктринасын мемлекет дайындығын тоқтатып, одан кейін соны жазуға қатыстық. Мен де сол жұмыс тобының ішінде болдым. Сол уақыттарда мысалы билік санасады. Билік әрқашан күшпен санасады, оны біз мойындайық. Сол уақытта ұлтшыл бағытта енді қазір 67-68% қазақ бар дейік. Біздің көтеріп отырған мәселеміз, біздің қойып отырған талаптарымызды қазақтың 99% қолдайды. Ол айдан анық. Себебі біз бір не дейміз, билікке қарсы, не болмаса тағы басқа мәселе емес, біз өзіміздің осы ұлттың әрі қарап көгеруін, қазақ мемлекетінің болашағын ойлап отырған адамдармыз да. Сондықтан біздің артымызда күш бар да, бірақ сол күш саяси деңгейге көтеріле қойған жоқ. Біз соны ұйымдастырып саяси деңгейге шығара алған жоқпыз. Сондықтан біз қазір қоғамдық бірлестіктер сияқты болып жұмыс істейміз. Кей уақыттарда билік бізбенен бірге жұмыс істеуге дайын. Кей уақытта бірге жұмыс істейтін кезіміз болды, мысалы ұлт тағдырының. Ал кей уақыттарда біздің айқайлаған үніміз жетпейді қалады оларға. Мысалы мен бір ғана мысал айтайын, осыдан бір 4-5 жыл бұрын ұлт тағдыры қозғалысы ата тегімізге қайтып оралайық деген бір іс-әрекет бастадық, акцияны. Сонда 8 облыста біз арнайы ашық хат жазып, 16-ға толып, қолдарына жеке куәлік алатын мектептің оқушыларының бәріне жеке куәлік аларда обадан құтылып, бұрынғы жасанды кірген ұлы қызына көшіңдер деген жұмыстар жүргіздік. Ол үшін біз мектепке баруымыз керек, балаларды жинауымыз керек, бір 10-15 минут оларға айтуымыз керек, түсіндіруіміз керек қой. Сол жерде мысалы барлық облыстағы оқу басқармалары бізге рұқсат берді. Алматыдан бастап мысалы. Ұмытпасам, тек Павлодарда ғана бір белгілі бір қарама-қайшылық болды. Ал басқа жерде себебі бұл үгіт насихат. Қазір мысалы мен осы Павлодардан келіп отырмын. Біз қазір балаларыңды қазақ мектебіне беріңдер деген акцияға кірістік та. Арнайы плакаттар шығардық, 7 түрлі. Балаңды Қазақстан ел болам десең, балаңды қазақ мектебіне бер деп аталады да. Онымен қоса біз дәл сондай салыстырмалы түрде екінші бағдарламамыз бар. Бұл орыстарға балаларыңды қазақ мектебіне беріңдер деп жатырмыз. Оның аты жаңағы былай деп аталады, жаңағы плакатымызда бар. Дорогие родители, будущее ваших детей, знание государственного языка деп. Біз олармен де жаңағы бірге жұмыс істеп жүрміз да. Бұл жағынан да мысалы үкімет бізге жаңағы бір бөгет қойып жатқанын көрген жоқпын. Себебі бұл жалпы үгіт насихат жұмысы. Неге күшке айналмадық деп ойлайсыз? Бұның ішінде субъективті, объективті себептер өте көп. Енді объективтісі бізге биліктің жаңағы теріс көзқарасы шындығында. Осылар бірдемені бүлдіріп жіберем екен, мына жақта орыстар тұр ғой деген сияқты менен бізде тәк-тәктерден ұстап отыру. Екінші жағынан өзіміздің де кемшілігіміз. Амбиция да бар. Егер сіз білетін болсаңыз, бір ұйым құру деген ауру бар бізде. Әркім бір ұйым құрғысы келеді. Әлесінде біз 2005 жылы ұлт тағдырын құрған уақытта бір айдан кейін ұлт тағдыры ел болашағы деген ұйым құрылды. Сосын бір айдан кейін ол атын өзгертіп халық дабыл болып құрылды.
Одан кейін бір 5-6 айдан кейін ел болашағы деген құрды. Олардың бәрі де қазір жоқ, бірде біреу, өкінішке орай. Бірақ сол жағаласып, біз кімнен келеміз деген сияқты, жоқ әлде жеке бір адамдардың арасындағы кикілжің бе, сөйтіп жаңағы бастардың бірікпейтін жағдай өте болады. Екінші мәселе, бұл ұйым құрумен іс бітпейді. Нақты жұмысқа келген уақытта біз кей кездерде жаңағы ұлтшылдарды таба алмай қаламыз. Ал кеттік жұмыс істейік, ауылдарға барайық, үйде кезейік, мынандай жұмыстар істейік деген уақытта жоқ. Көбінесе жаңағы отырып алып, бірімен бірі жаңағы айқайласып, не болмаса бір белгілі пікірді жаңағы баяғы не дейміз, қайта-қайта айта береміз де, бірімізге біріміз сендіріп жаңағы ойбай олай болып жатыр, олай жоқ. Жоспарлы түрде жұмыс істей білмейміз. Жоспарлы болу керек. Мысалы, біз осы бір жылдың ішінде мынандай акцияларды жасаймыз. Мынандай мүмкіншілігіміз бар. Мынандай жерден қаржы қарастырайық, табайық. Мынандай жерден адамдар бар шығар. Мынандай жерден деген мәселе. Оларды да келіп оқыту керек осы жерге келіп қалай жұмыс істеуді. Бұның бәрін басқа ұйымдар ешқайсысы жасай алмай отыр, өкінішке орай. Сондықтан мен білем, олардың бәрі ұлтшыл жандар, көкіректері үлкен, жүректері үлкен, ұлтым деген уақытта. Бірақ жұмыс істеудің не жолын білмейді, не болмаса мүмкіншіліктері жоқ шығар. Бұл да бар. Үшінші және жаңа мүмкіншілік жоқ дегенде біздегі ең үлкен біздің кемшілігіміз бұл біздің мүмкіншілігіміздің аздығы. Біздің қаржымыз жоқ. Бізді қолдайтын үлкен жаңа не дейміз, сыртымыздан бір тіреп отыратын қаржыларынан адамдар жоқ. Бізді көмектесетін өзіміздің жолдастарымыз, достарымыз, олардың қаржысы әрине республикалық деңгейде жұмыс істеуге бізге жетпейді. Досаға, бүгінгі таңда сіздің пікіріңізше оппозиция деген не? Оппозицияны менің ойымша біздің халық онша дұрыс түсінбей келе жатқан сияқты. Себебі былайда, оппозиция дегеніміз қазіргі отырған билікке қарама қарсы сол билікті ысырып, билікке өздері келетін саяси күш. Бізде оппозицияны халықтың қамын ойлайтын, мұңын мұқтап, жоғын жоқтайтын саяси күш деп ойлайды, жоқ олай емес. Мүмкін біз сол 90-шы жылдары біздер жаңағы азат қозғалысып жүрген уақыттардағы біздің оппозициялық тұлғамызға қарап, осылар халық үшін жүрді ойлайды шығар. Ондай емес. Оппозиция дегеніміз дәл сол сияқты. Ертең мысалы жаңағы оппозициялар мемлекет басына келсе, Нұр Отан оппозиция болады. Сонда халық не 180 градус бұрылып Нұр Отанды қолдаймай бірден. Оппозиция әрине өзінің тәсілі бойынша олар сынайды мемлекеттік жұмысты. Олар халықтың ойындағы ұрандарды көтереді, коррупция қарсы болады, тағы басқа болады, әділдік қайда деп айқайлайды. Мен ойымша біздің халық соған бір сеніп қалған сияқты. Шындығында да оппозицияның өзінің рөлі барлық дүние жүзінде классикалық түрдегі бұл билікке келгісі келетін саяси күш қана болды. Олар билікке келгеннен кейін барып мүмкін дәл осы биліктің жұмысын әрі қарап одан да жаман қылып істей ме? Мүмкін кейбір жерінде реформа жасай ма? Мен оны қазір айта алмаймын еш уақытта. Бірақ өкінішке орай қазіргі оппозицияның ұлттық бағыты, ұлтқа деген көзқарасы билікпенен алысқа кете қойған жоқ, биліктің бағытынан. Сондықтан біздің оппозицияға деген салқын көзқарасымыз менің өзімде жеке осы күнге дейін қалды. Досаға, айтыңызшы, мысалы кезінде Мақсұт Нәрікбаев президенттің досы болып келеді, жақтасы болып келеді, дегенмен сол кісі Әділет партиясын құрып, біз оппозициялық партиямыз деді. Неге ол кісі солай жасады деп ойлайсыз? Енді олар билікке келгісі келген шығар мысалы. Мүмкін оларға жаңағы Назарбаевтың жүргізіп отқан саясаты ұнамағаннан кейін оппозициялық партиямыз деп көтерген шығар. Демек ол Мақсұт Нәрікбаев демек Назарбаевтың орнына келгісі келді. Онда тұрған дәнегі жоқ. Бұл демократиялық елміз. Мысалы, кейбір жаңағы не дейді, биліктің бағыты біреулерге ұнамауы мүмкін де, олар айтады, жоқ, біздің мынандай бағдарламамыз бар, біз келсек мынандай нәрсе істейміз деп. Мен ойымша, ол президенттің досы болсын, президенттің баласы болсын, қызы болсын, әркімнің өзінің саяси көзқарасы бар. Біздің конституция бойынша біз плюралистік елміз, бізде әртүрлі саяси пікір бар. Сондықтан олардың толық мүмкіншілігі бар келуге, шамасы жеткенше жұмыс істеуге. Бірақ ол халықты алдау болмауы керек. Ол күрес болу керек шынымен, айту керек барлық жерде. Міне мына қазіргі биліктің, ол биліктің басшысының мынандай несі бағыттар бізге ұнамайды. Мынандай жерде мынандай реформа керек. Егер ол реформа болмаса, біз өмір бойы сіздермен жаңағы тайталасып өтеміз. Тайталасып дегеніміз енді қылыштасып соғыспайды ғой. Бірақ парламентке таласамыз, тағы басқаға таласамыз деп. Көп оппозициямыз дегендердің өздері сол мемлекетпен таласқан мен өзім онша көп көрген жоқпын да. Билікпен таласқандарын онша көрген жоқпын. Сондықтан ол қарапайым ғана мүмкін бір кей кездерде айтады ғой, қазір соңғы уақытта бір сөздер шықты ғой, проекті деген. Мүмкін ол бір жоба да шығар, саяси жасалған. Оған да болуы мүмкіншілігін жоққа шығармаймын мен. Кезінде 90-шы жылдардың аяғында сіз Әкежан Қажыгелдиннің әділетті сайлау атты қозғалысында болдыңыз, иә? Жоқ, мен сол қозғалысты ұйымдастырдым. Ұйымдастырдыңыз, иә. Бүгінгі таңда сіздің позицияңыз қандай? Мен ол бағытты, мен ойымша өзім сол бағытты ұстанып қалғанымды көрсеттім. Себебі 99 жылдан бастап 2005 жылға дейін
Қазақстандағы тәуелсіз бақылаушылар жүйесін құрып, соны басқардым. Сайлаудың әділетті болуына. 3 жыл бойы сайлаудың заңын өзгертулер мен толықтырулар енгізетін комиссияның ішінде болдым. Сол комиссияда көбінесе айқайласып таласып отыратын тек Зағипа Валиева екеуміз ғана тұғынбыз, шынын айту керек. Сондықтан мен сол жерге мысалы 6 жыл өмірімді бергенім, сол бағытты ұстанғаным мен, сол әділ сайлаудың жолындағы. Бірақ, не дейміз, содан бір үлкен нәтиже шығардым деп айта алмаймын, өкінішке орай. Саясаткерлер белгілі бір мақсат қойғандықта сол мақсатына жету керек та. Менің жеткен жерлерім бар, жетпеген жерім бар. Осы біреу жетпеген жерім осы әділетті сайлауды тұрғызуға қолымнан келмеді. Ол уақытта біз Қажыгелдімен бірге, оның мен командасына кірмеймін деп ашық айттым, бірақ бірге жұмыс істеймін дедім. Егер сенің алдыңа қойған мақсатың мынандай, ол демократиялық мақсат қойдым дегеннен кейін біз бірге жұмыс істедік, бірге жауапқа тартылдық. Ол енді повестка келген кезде ұшып кетті, мен қалдым. Оған мен өкінбеймін, бірге жұмыс істегеніме де өкінбеймін. Саясатта кей уақыттарда белгілі бір топпен, белгілі бір адамдарменен уақытша келісімменен жұмыс істейсің. Бұл менің апайса кетіп қалғаным емес, не болмаса жаңағы біреуді алдағаным емес. Бұл менің өзім жаңағы әділ сайлау болуына деген жұмысым, іс-әрекетім, соған берген өмірімнің бір бөлігі. Неғып мақсатыңызға жете алмай қалдым деп ойлайсыз? Былайда, мысалы, біз 88 жылы мен алғаш рет ана тіл деген ұйым құрып, Қазақстанды аралап сол ұйымдардың бәрін көтерген уақыттардағы мақсатым ол уақытта Қазақ Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілі болсын дегенді кіргізіміз келді статусты. Енді себебі шын айту керек қой, бұл Латвия, Литва, Эстония, Украина бәрінде болып жатты ғой, кеңес үкіметінің кезі. Біз неге қарап отыруымыз керек деген мәселемен. Сонда кейбіреулер күлген. Қайда, қаяқта қазақ тілі мемлекеттік тілі еш уақытта болмайды. Бізде 39% сонда қазақтар. Жоқ, жасадық. Мен жасадым деп отқан жоқ, біздің бәріміз жасадық, соның ішінде болғанымы. Екінші, сол уақытта коммунистік идеологияны жоямыз, компартияны құртамыз деп 89 жылдың аяғында, 90 жылдың басында партия құрдық, социал-демократиялық партия Қазақстан. Мен соның төрағасы болдым. 5 жыл мен сол партияны басқардым. Сонда да жұрт күлген. Сендер 700 адамсыңдар, коммунистер 280 мың Қазақстанда. Қайда құртасыңдар деп, коммунистік партияда құрдымға кетті, өздерін өздері жапты. Сосын тәуелсіздік үшін күрестік. Онда да күлген адамдар, желтоқсан кезде жеген таяқтарыңды ұмыттыңдар ма деп. Тәуелсіздікті алынды. Қысқасы, саясаткер есебінде маған мысалы, не істедім деген уақытта мен мынандай мақсаттарға жеттім деп айтам да, мынау мақсатқа жете алмағанымды мен мойындауым керек. Мынау мақсатқа жете алмадым. Қазір мемлекеттік тіл туралы заң жобасын өткізгіміз келеді. Онда мақсат етіп қойдық. 2 жыл бойы соның бағытында жұмыс істеп келе жатырмыз. Сол заң жобасын дайындадық. Ол енді алдымызда. Мүмкін оған жетем бе, жетпейме білмеймін. Қысқасы, саясаткер алдына бір белгілі бір мақсат қояды да, сол мақсаттың жолында өзінің жұмысын істейді. Кейбіреулер сынайды, кейбіреулер дұрыс істейді, кейбіреулер дұрыс емес дейді. Егер мақсатқа жетсек болды. Ал енді сол әділетті сайлау болу үшін неге жете алмадым деп ойлайсыз? Менің ойымша, біріншіден біздегі авторитарлық жүйеге әділетті сайлаудың қажеті жоқ. Және ондай әділетті сайлауды жасатпайтындай бізде вертикалды басқару жүйесі бар. Егер жергілікті өзін-өзі басқару жүйесі бізге енгенде, ол уақытта мүмкін әділетті сайлаудың мүмкіншілігі болар еді. Өйткені әрбір ауыл, әрбір елді мекенде өздері сайлауды бақылап, өздері өткізетін тұғын. Бізде бәрінде өткізетін бюджеттік адамдар. Ал бюджеттің адамдары міндетті түрде ақша беретін адамдарға бағынады. Мұғалімдер министрге бағынады, директорге бағынады, оқу департаментіне бағынады, басқалар тағы басқа. Біздегі сол бағыныштыларды ұстап, солар арқылы біздің сайлаудың нәтижесінде сайлауды берген адамдардың да, қысқасы бұл бағыттың бәрі әзірше менің ойымша сол біздегі биліктің жүйесіне тікелей қатысы бар. Себебі сайлауда әкімшілік ресурстары деген бар ғой, административный. Әкімшілік ресурстары бірінші рөлге шығады. Оны біз бәріміз де білеміз, бәріміз мойындаймыз. Оны қазақтың менің ойымша кез келген 18-ге толған баласы біздің сайлауға баға бере алады. Бұл өте өкінішті, себебі бұл біздің мемлекетіміз. Болашақта сенесіз ба мақсатыңызға жететініңізге? Енді былайда саясаткер алдына мақсат қойып, оған міндетті түрде жетем, жетпесем өзімді атып өлтіремін деп айтпайтынша, әңгіме жұмыс істей беруде, жұмыс істеу және егер мынау жолы нашар болса, екінші жолды табу. Мынау соқпақ дұрыс емес болса, басқа әдіс табу. Саясаткердің міндеті соған жету жолын іздеуде. Жалпы саясат дегеніміз белгілі бір мақсатқа жететін жолдағы әдіс тәсілдердің жиынтығын саясат деп атайды. Сондықтан саясаткер болғаннан кейін барып, сол жолды іздеу біздің мақсатымыз. Сол жолды көрсету мақсатымыз және сол жолды өту мақсатымыз. Бірақ егер сол уақыттарда белгілі бір жақсы бір жағдай орнаса,
кей кезде оны саяси жағдай дейді ғой, политический ситуация болып қалса, ол уақытта шындығында да ондай деңгейге қолымыз не жететіні айдан анық. Себебі қазақ елі бұл ең бір әділетті, ең бір жақсы, ең бір бай ел болатын Құдайдың өзінің көзі түскен жер деп ойлаймын мен, ел деп ойлаймын. Біздің халықтың интеллектуалды дайындығы, біздің халықтың оқығандығы, зиялылығы, имандылығы өте жоғары. Тек қана өкінішке орай бізге Алла бір жақсы билік бермеді әлі. Мен соған өкінемін. Ал қалай ойлайсыз, мысалы бүгінгі оппозиция қазіргі билікке келсе, мысалы жетпеген кадрды, мысалы оппозицияда бар кадрмен толтырып, егер жетпеген кадр қалып қалса, мамандар жетпей қалса, соны ескі үкіметтен алуға бола ма? Қалай ойлайсыз? Міндетті түрде болады. Себебі мемлекеттің қызметкерлері олар орындаушылар. Мен кей кезде таңғаламын да, мынау саясаткерлердің рейтингі дейді да, Тасмағамбетов, Кулибаев бәрін жазып қояды. Олар саясаткер емес ешқайсысы. Олар орындаушы. Президент негізгі жаңағы саясаткерде, бұлар тек қана орындаушылар. Орындаушының ішінде жақсы орындаушылар бар, білікті орындаушылар бар. Олар кез келген саяси күшке міндетті түрде қосылып, егер мынандай мысалы жақсы, не дейміз, полиция, ол бәрін ұстайды, бәрін біледі. Оны неге біз лақтырып тастауымыз керек, сен бұрынғы үкіметте қызмет еттің деп, егер екінші бір саяси күш келсе. Сондықтан қызметкерлердің менің ойымша көптеген жерде не дейміз, 80% қалады. Тек қана негізгі жерлерге жаңағы келген саяси күштің адамдары тұрады. Министрліктерге тұрады шығар, тағы басқа тұрады шығар. Ал негізгі орындаушылар керек сен қаланың, мүмкін облыстың әкімдерді сол орында қалу, мен оған ешқандай таңғалмаймын. Ол бірімен бірі жаңа дейді, мынаулар шығып мынаны қырып жіберу емес қой. Әйтпесе қаңғытып жіберу емес қой. Бәрінің мақсаты біздің жаңағы пақуатты өмір сүруіміз, тіршілігіміздің жақсы болуы, тоңазытқышымызда тамақ болуы, халықтың киген киімі болуы, мен барлығының мақсаты деп ойлаймын. Әрбір саяси күштің мақсаты. Тек қана соны біз мынандай жолдармен одан да жақсы береміз, сіздер өркендейсіңдер деп, мынаның жолы нашар, көрдіңдер ме деп, осы талас менің ойымша. Дос аға, әңгімеңізге рахмет. Студиямызға келгеніңізге рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыздар.